Сәлематсыңдар ма балалар, қалдарың қалай? Сабағымызды бастайық. 124-ші сабақ шылау деп аталады. Біздің 19-ші жаттығуды мәтінді рольмен оқы. Қызмет бабымен Нұр-Сұлтанға барып қайтқан көкесі Шыңғысқа әдемі жейде алып келді. Түсі ақ, шолақ жең, жейденің өңіріне әйгілі мультфильмдегі көңілді Карлсонның суреті салынған. Арқасында желдеткіші бар. Карлсонның екі езуі екі құлағында, қолын бұлғап қойып ұшып бара жатыр. Мен де солай ұша алсам ғой деп армандады Шыңғыс. Осы ой маза бермеген ол ақыры теледидар қарап отырған әкесіне қыңқылдай бастады. Көке деймін, сізге бірдеңе айтайын ба? Ал, айта ғой балам. Менің арқама Карлсондікіндей желдеткіш қондырып беріңізші. Оны не қылмақсың балам? Апам дүкенге жұмсағанда ұшып барып келемін. Содан соң жұмысыңызға түскі ас апарып беремін. Сонан соң атам мен әжем ауырып қалғанда ұшып барып лезде дәрі алып келемін. Ұлының қиялына сүйсінген әкесі үлкенді сыйласаң өскенде кем болмайсың. Мұның дұрыс әрекет деп баласының арқасынан қақты дейді балалар. Мәтінді түсіндік балалар? Шыңғыстың қиялына арналады екен бұл мәтін. Мәтін кім не туралы? Көкесі мен баласы туралы, кішкентай Карлсон туралы, баланың қиялы туралы. Әрине балалар, баланың қиялы туралы, Мәтінне негізгі ой берілген бөлікті тауып мәтінге ат қой дейді. Мәтін баланың қиялы туралы. Негізгі ой әкесі мен баласының сөйлесуінде. Тақырыбы Шыңғыстың қиялы. 20-шы жаттығуда сөйлемді көшіріп жаз дейді. Мен де осылай ұша алсам ғой, көке сізге бірдеңе айтайын ба? Сөйлемдегі қарамен берілген сөздерге назар аудар. Жеке тұрғанда мағынасы бар жоғын айтып көр дейді. Бұл жерде шылаулар де, ой, ба. Бұл шылаулар жеке тұрғанда ешқандай мағынасы жоқ екен балалар. Арғарай келесі ережемен таныса кетейік балалар. Шылау деге отырғанымыз не? Ол да бір сөз табы балалар. Шылау деп отырғанымыз өз алдына лексикалық мағынасы жоқ, тек қана басқа сөздерге қосымша мағына үстейді екен балалар. Мәтінді жатқа жаз дейді. 21-ші жаттығуда барлығы Қазақстаным. Сүйкімді маған құмың да, сонау бір қарлы биікте. Жотада жүрген құлын да, шапанда жүрген киікте. Тау шыңы теңіз айдыны, қырларың әнші құстарың. Бақытты менің барлығы Қазақстаным дейді балалар. Сағи Жиенбаевтың өлеңі екен балалар. Арғарай келесі тапсырманы орындаймыз балалар. Бізде келесі тапсырма сұрақтарға жауап береміз. Шылаулардың астынсыз, олардың сөйлемге қандай мағына үстеп тұрғанын айт. Өлеңде да те шылаулар кездескен жаңа өлеңде сөйлемге күшейткіш мағына үстеп тұр екен. Өлеңде да те жеке тұрғанда мағына білдіре ала ма? Бұлар демеулік шылаулар, жеке тұрғанда ешқандай мағынасы жоқ екен балалар. 22-ші жаттығуда мәтелдің қатесін түзеп жаз. Бірлігі жоқ ел тозады, бірлігі күшті ел озады. Шылауларды тап, олардың сөйлемде қандай қызмет атқарып тұрған анықта дейді балалар. Бұл мәтелде ешқандай шылау жоқ балалар. 23-ші жаттығуда кестені толықтырып сөз таптарын салыстыр дейді. Сын есім қара, биік, әдемі, көк, сүйкімді, әппақ, қызыл. Үстеу кеше, былтыр, биыл, үйде, саябақта, ақырын, лезде. Шылауларымыз да, де, та, те, үшін және мен, пен, бірақ. Етістіктеріміз кел, тұр, жүр, ал, бер, сал, тік, мін. Балалар салыстыратын болса, бұл жерде үш үстеудің мағынасы бар екен. Сын есімнің, үстеудің, етістіктің мағынасы бар өзіндік сөздердің. Ал шылаудың бұлар сияқты мағынасы жоқ балалар. Каналға тіркелейік балалар. Сабақ ұнап жатса каналға тіркеліп
комментарий жазып, қоңырау белгісін баса отырайық балалар. Ары қарай бізде 24-ші тапсырма, қанатты сөзді жатқа жаз дейді. Отан үшін отқа түс күймейсің дейді. Бұл жерде үшін деп отырғанымыз септеулік шылауымыз балалар. Шылауды тап, оның қандай мағына беретінін түсіндір дейді. Бұл үшін деп отырғанымыз шылау қосымша мағына істеп отыр балалар. 25-ші жаттығуда туралы дейін шейін шылауларынан сөйлем құрап айт дейді. Айжан ана туралы өлең айтты. Әскерге дейін көп уақыт бар. Алқапқа шейін арық жүргізген. Осы үш сылауға осындай үш сөйлем құрасаңдар болады балалар. Балалар, сабағым ұнап жатса, каналға тіркелейік, комментарий жазайық балалар, лайк басайық және қоңырау белгісін баса отырайық балалар. Сабағымыз осымен аяқталды балалар. Тамашалағандарың үшін рахмет. Келесі кездескенше.